Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге микротолқынды пеште өте дәмді болып шығатын 5 минутта дайын болатын сникерс тортының рецептісін сіздерге ұсынатын боламын. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Үстіне какаоны да електен өткізіп салатын боламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Үстіне қамыр қопсытқышты саламыз. Араластырамыз. Үстіне қантты саламыз. Және тағы араластырамыз. Енді сұйық майды құямыз. Және жылы су құямыз. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Мінекей осымен қамырымыз дайын. Контейнерді алып, пергамент қағазын төсейміз. Және қамырымызды толықтай барлығын құямыз. Енді 5 минутқа микротолқынды пешке жібереміз. Келесі ганашын дайындайтын боламыз. Шоколадымызға аз ғана сұйық майды құямыз. Және су буында жақсылап ертіп алатын боламыз. Еріген шоколадымызға ұсақталған жаңғақтарымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бисквитіміздің піскенін осылай шпажканың көмегімен тексеріп көреміз. Құрғақ шықса, демек бізде толық пісті. Толықтай піскен бисквитімізді тәрелкеге аударып аламыз. Енді ганаштарымызды барлық жеріне толықтай құйып шығамыз. Тоңазытқышқа 10 минутқа салып аламыз. Мінекей достар, біздің 5 минутта сникерс тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Менің арнамнан оңай әрі тез дайын болатын рецепттерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.